Азаматтық бастама орталығының негізгі көтеріп отқан ахуалы бұл әлеуметтік экономикалық ахуалдар еді Ақтөбе қаласының. Соңында осы заман талабына байланысты бұл енді өкінішке орай біздің бейнетіміз арал экологиялық аумағының ахуалына байланысты көптеген өңірде де әлеуметтік ахуал көтеріп келеміз. Осы бірден бір бүгінгі таңда Қазақстандағы экологиялық ахуалды көтеріп мұрындық болып отқан партия бұл Байтақ Жасылдар партиясы. Бұл партияның бастамасы біздің ойымыздың, біздің сұранысымызға мұрындық болып, мысалы соңы кеше жақында өткен Байтақ партиясының Астана қаласында съезінде халықтың үндеуін қолдап, партияның қарарына кіргізіп, арал экологиялық ахуалының, халқының әлеуметтік ахуалын көтеру, арал теңізін сақтап қалуға байланысты ұсыныс пікірді қолдап, және Қазақстан Республикасының құзырлы мекемелеріне жолдап сұраныс жасап жатқан жағдайы бар. Біз осы арал экологиялық аумағында қасірет шеккен халық ағайындар бірге отырып, бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы құзырлы мекемелеріне 1992 жылға заңнамасын күшіне енуге сұраныс жасап жатырық. Сол кездегі 98 жылдары уақытша тоқтам жасалған бұл арал экологиялық аумағының халықтарының зардап шеккен ағайындардың әлеуметтік қаржылай қолдау, ол медицина, ол көптеген басқа да сауалдарға байланысты қолдау, қаржылауды. Қазақстанда өздеріңіз білетіндей екі негізгі экологиялық аумақ бар, ол Семей, екіншісі Арал. Бұл Арал дегенмен тек қана Арал халқының ахуалы емес, бұл Қазақстан, Орта Азия мемлекеттерінің ахуалы. Арал экологиялық аумағына өздеріңіз білетіндей Ақтөбе облысының 5 ауданы, Қызылорда облысы, Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы және Түркістан облысы, Кентау қалалары кіреді. Бұл қазақ халқының негізгі шоғырланған өңірлерінің бірі. Қызылорда қаласында өткен ұлттық құрылтайда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы кіші арал теңізін сақтап қалу, арал экологиялық аумағының халқының әлеуметтік ахуалын көтеруге байланысты үлкен бастамаларға мұрындық болып отыр. Және де ертең міне 22 мен 24 аралығында өтетін Астанадағы саммитте ол Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және ООН ЮНЕСКО құзырлы көшбастары осындай елбасының басшыларының қатысуымен үлкен саммит өтеді. Осы саммитте де осы біздің көтеріп отқан, сұраныс жасап отқан өңірдің әлеуметтік ахуалы, арал теңізін сақтап қалуға байланысты үлкен бастамаларды қолдау және жетілдіруге байланысты жұмыстар жүріп жатыр. Астанада өтетін саммитке қатысуға азаматтық бастама орталығымен және де бүгінгі таңда біз толыққанды Байтақ партиясының мүшесімін. Осы елдің, халықтың әлеуметтік ахуалын, аманатын көтеріп, сұраныспен жеткізуге, сол саммитке де қатысуға жолшы тартқалы отырмыз. Туған жеріміз, қанымыздағы Аралға келетін болсақ, Арал теңізі кезіндегі өңірдің әлеуметтік ахуалын шешкен бай ахуатты өңір еді. Бүгінгі таңда Аралдың теңіздің ахуалы өте өршіп барады. Ол сол кездегі тек қана Арал халқының бейнеті болса, бүгінгі таңда бұның енді дерт деуге болады. Бұл шын дерт, бұл экологиялық үлкен халықтың бейнеті ушығып, шекарасы кеңейіп барады. Енді өздеріңіз білетіндей, бүгінгі біздің өңірдің арал экологиялық аумағының қасіретін өңір соның ішінде тек қана бір ғана біздің мемлекетіміз шешпейді. Бұны ертең алда өтетін саммиттегі 5 мемлекет басшыларының ООН-ның мұрындық болуымен қолға алып бірігіп жұмыстанатын жағдай. Арал мәселесі, арал тағдыры бұл мына жер бетінің, ғаламтор халқының бүкіл бірге көтеріп, бірге мұрындық болып атсалыса шешетін үлкен сауал. Бұл елдің елдігі, бірлігі, бұл тек қана Қазақстан емес, Орта Азия жер бетінің үлкен
бейнеті. Сол бейнеттен тығырықтан шығатын жолды алла бұйыртса осы алдағы саммиттен еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелінің бастамасынан күтіп отыр. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, құрметті Азаматхан Сайлауұлы, мынау Қазақстанның байтақ Жасылдар партиясына осы біздің 4-ші кезекті съезге ресми үндеу келіп түсті. Бұл мәселе Арал өңіріне қатысты экологиялық заңнамаларды жыл бойының әлсіреп келуі, кейбір әлеуметтік экологиялық кепілдіктердің іс жүзінде орындалмай отырғаны баяндалған осындай үндеу. Бұл үндеуді авторы Азаматтық бастамалар орталығы қауымдастығының төрағасы Жомарт Қартбаев осында қатысып отыр. Осы елдің үндеуін біз бұдан әрі осы проблеманы шешуге үлкен ат салсамыз.